Күндер тынбай өтіп жатты. Сағат тілі сылбыр қозғалып, әр минут мені тағы да бір сағыныш толқынына батырып әкететін. Жігітім кеткеніне 10 ай. Алғашында бәрі жеңіл сияқты көрінген, хаттар, видео, қоңыраулар, күлімсіреген сөздер. Бірақ уақыт өте келе, бәрі біртіндеп солып бара жатқан гүлдей сезілді. Әр таң сайын телефонға қарап хабарлама күтем. Қалайсың деген екі-ақ сөздің өзі кейде жүрекке жылулық сыйлайтын. Бірақ ондай хабарламалар да сиреп кетті. Бір күні хат жазып отырып көзімнен еріксіз жас шықты. Өйткені сездім, ол алыста ғана емес, менің өмірімнен де алыстап бара жатқандай. Кейде айналадағы адамдардың күлкісі де ауыр естілетін. Достар кездесіп күліп ойнап жүр. Ал мен ішімде бос кеңістік. Тыныштық, бірақ мазасыз тыныштық. Сағыныштың дауысы кейде тым қатты шығады, жүректің ішінде ешкім естімейтін жерде. Кешкілік айқараған терезе алдында ұзақ отырам. Әскерден қайтқанда бәрі өзгереді деп үміттенем. Өзіме уәде берем, күт, тағы біраз күт. Бірақ кей түндері сол уәде де әлсіз естіледі. Бір күні құрбым қоңырау шалды. Шықшы, кафеге барайық. Кішкене сергіп қайт деді. Бастапқыда барғым келмеді, бірақ үйдегі тыныштық енді мені тұншықтыра бастағандай болды. Қала шамдары жарқырап, көшеде суық жел бетімді сипап өтті. Кафенің іші жылы екен. Терезенің сыртында жаңбыр тамшылары баяу сырғып, әйнекке жұмсақ дыбыс шығарып тұр. Бір сәтке мен өзімді қайта тірілгендей сезіндім. Адамдар, әңгіме, күлкі, ұзақ ұмытқан өмір иісі. Сол кеш менің тағдырымды өзгертеді деп ол кезде ойлағанда жоқпын. Кеш жауынмен басталды. Терезеге соққан тамшылардың дыбысы мен адамның дауыстары бір-бірімен араласып, қалада бір түрлі мұңды әуен орнағандай еді. Біз кафеде отырдық, мен және құрбым. Шай іштік, әңгімелестік, күлуге тырыстық. Бірақ күлкі шынайы емес еді. Ішімде бірдеңе маза бермеді, әлде жалғыздықтың ауыртпалығы, әлде өзімді жоғалтып алғандай күй. Кенет есіктен таныс жүз кіріп келді. Ол жігітімнің досы еді. Көптен бері көрмегенмін. Күлді, амандасты, бізге қосылды. Әзіл айтты, жайлы сөйлесті. Бір сәтке мен өзімді қауіпсіз сезіндім. Өз адамым сияқты көрінді. Кеш созылып кетті. Құрбым шаршап, ертерек кетті. Ал мен өзімде байқамай, оның жанында қалдым. Мүмкін, әңгіме жақсы болған шығар. Мүмкін, менің де біреудің назарын, біреудің жылулығын аңсағаным шығар. Сол түні жаңбыр толастамады. Ол мені үйге жеткізіп салам деді. Басында бас тарттым, бірақ сыртта суық еді. Көңілсіз ауа райы мен ішкі бос кеңістік тоғысып, жүрегімде әлсіздік пайда болды. Оның пәтеріне кірдік. Үй іші тыныш. Шам жарығы әлсіз жанып тұр. Бәрі қарапайым. Бірақ дәл сол сәтте менің ішімде тыныштық пен дауыл қатар өмір сүріп тұрғандай еді. Ол бірдеңе айтып жатты, бірақ мен тыңдамадым. Көзім қабырғадағы сағатқа түсті, түнгі 12. Уақыт баяу қозғалып тұрғандай. Сосын ол маған қарады. Көз қарасында ешқандай асығыстық жоқ, тек үнсіз сұрақ тұрды. Мен жауап бермедім. Бірақ үнсіздік кейде рұқсат сияқты сезіледі. Сол сәтте мен өзімді жоғалтып алдым. Бұл әлсіздік пе, әлде сағыныштың тым ауыр түрме, білмеймін. Тек бір сәтке мен адам жылулығын, жақындықты іздедім. Ал ертеңгі күннің салмағы туралы ойлағанда жоқпын. Түн тыныш өтті. Бірақ таң ауыр туды. Айнаға қарағанда көзімдегі бейнені танымай қалдым. Ол мен емес сияқты. Жай ғана шаршаған, үнсіз біреу. Өзіме сыбырлап, бұл қателік дедім. Бірақ жүрегім ол сөзді қабылдамады. Өйткені кейбір қателіктер бір сәттік әлсіздікпен емес, ішкі жалғыздықтың тереңнен туылады. Таң баяу атты. Терезеден түскен жарық бөлмені әлсіз ғана нұрға бояп тұр. Кеше жаңбыр болған, әйнекте кетпей қалған тамшылар із қалдырған. Ал мен үнсізбін. Жанымда жатқан адамның тыныс алуынан да тыныштық сезілді. Бірақ бұл тыныштық жеңілдік емес, салмақ. Ішімде бір сезім оянып кеудемді ауыртты. Бұл не істегенім? Деп сыбырлады бір дауыс ішімнен. Ол оянған жоқ. Мен жай ғана үстімдегі пальтомды киіп, баяу есікке беттедім. Көшеде салқын самал бетімді сипат.
Айналада өмір өз әуенімен жалғасып жатыр. Адамдар асығып жүр, дүкендер ашылып жатыр, автобус ысқырып өтті. Ал мен тоқтап тұрмын. Қадамдарым ауыр. Әр қадам бір ой, бір өкініш. Мен кеше біреудің жылулығын іздеген едім, бірақ тапқаным өзіме деген күмән, өзіме деген іреніш. Күндер өтті. Уақыт бәрін жасыратындай көрінгенімен жүрек ештеңені ұмытпайды екен. Кейде хабарсыз кеткен жігітімнің суретіне қараймын. Сол суреттегі күлкі, көздер. Мен өзімнен сұраймын, егер бәрін білсе, кешіре ме? Бірақ бұл сұрақтың жауабын ешкім айтпайды. Өйткені кейбір кешірімдер басқадан емес, өз жүрегіңнен басталады. Бір күні күнделігімді аштым. Ақпараққа ұзақ қарап отырдым. Сосын жай ғана жаздым. Мен қателестім. Бірақ сол қателіктің ішінде де бір шындық бар. Мен тірімін, мен сезінемін, мен әлі де сүйе аламын. Сол сәтте жеңіл тыныс алдым. Мүмкін мен өзімді толық кешірген жоқ шығармын. Бірақ ең болмағанда өзімді түсінуге тырыстым. Күн қайта жылып, өмір өз арнасына түсе бастады. Ал мен енді басқаша өмір сүріп келемін, өткеннің ауырлығын арқалап емес, одан сабақ алып. Өйткені әр адамның ішінде бір әлсіз сәт болады. Бірақ ол сәт бізді бұзбайды, тек кім екенімізді көрсетеді.